Сәлем, бұл біз Ниагара Фолс қаласындамыз. Ұшақтан таңда түсіп, такси арқылы қонақ үйге келіп, қолымыздағы жүктерді қалдырдық. Одан ары қарай тамақтанатын орын іздестірдік. Қалада адам аз, үлкен ғимараттар көп. Бірақ тамақтанатын жерлердің көбісі жабық немесе тек жұмыртқа мен панкейки бар екен. Үлкен сауда үйіне келіп, пицца алып, сол жерде тамақтанып алдық. Мұнда ауа райы салқын, бар қалың киімдерімізді киіп алдық. Сарқыраманы Америкада болып та тамашалауға болады екен. Бірақ біз Канада еліне өтіп көруді шештік. Қала өте әдемі, туристер көп. Ниагара сарқырамасын жақыннан көру үшін билет алдық. Үстімізге су өтпес үшін киетін киімдер берілді. Адамдар көп болғандықтан тездетіп киіп алып, лифт арқылы туннельге түстік. Кезекпен жүріп отырдық. Туннель іші қараңғы. Сарқыраманы өз көзіңмен көру түрлі эмоцияларға келеді екен. Бізге ұнады. Сарқырамадан шыққан соң қаланы шамалы аралап, қонақ үйге келіп демалып алдық. Кешкісін Канада елінде от шашу болады екен. Көруге саябағы арқылы Сарқырамаға келдік. От шашу жарты сағатқа созылды. От шашу аяқталған соң қалада орналасқан ойын алаңдарына барып, балалар ойнап уақыт өткізіп қайттық.